Ассаламу алейкум достар, қалайсыздар? Мен негізі Меркіде туылып өскенмін. Меркіде жүрген кезімде Алматыға жол жүруді жөн көрдім. Солай сентябрьдің 5-нен октябрьдің 2-сіне дейін басқа теплицада жұмыс жасап жүргенмін. 4 октябрьден 8 ноябрьге дейін басқа теплицада жұмыс жасадым. Негізі жұмыс ауыр емес, қатты ондай бір ішінде талаптар қатты қатал емес. Уақытылы айлығымды алып, неше түрлі помидорлар көріп, қызықты уақыт өткіздім. Жұмыс қатты ауыр емес, ондай әдемі сүйкімді помидорлармен дос болып жүрдім. Солай жүргенде жалақысы жоғарылау бір жұмысқа кіруім керек еді деп ойлағанда печенье заводқа жұмысқа кірдім. Ол жақта 9 ноябрьден бастап 17 ноябрьге дейін тұрақты түрде барып жүрдім. Арасында 2 рет демалдым. Солай уақытылы тамақ, бұл жерде де қатты қатал, қатып қалған бір қағида жоқ. Соның арасында демалыс алып, ағамдар жаққа келіп тұрдым. Солай жүрдім. Тамақ уақытылы қой, жұмыс қатты ауыр емес қой деп жүрген кезімде Меркіге барып қайтсам екен деп Меркіге жолға шығып кеттім. Солай Меркіде 2-3 күн болдым. Содан кейін тісімді емдету керек еді деп ойладым да тісімді көрсетуге Таразға жолға шықтым. Себебі мен тісімде брекет болғаннан кейін тісімді көрсетіп тұру керек айына 1 рет. Солай Таразда өзімнің ортодонтыма барып, тісімді тартқызып, түзулеткізіп, қайттан Меркіге келдім. Солай Меркіде өзім дипломымды алып, салтанатты түрде содан кейін Алматыға жолға шықтым. Ертесіне қайттан печенье заводта жұмыс қызу басталып кетті. Тағы 1 күннен кейін ағамның үйіне қыдырып келіп, 2 баланы алып, ойнатып, іштеріп сады ғой деп оларды пайдаланып, өзім ойнап алдым да. Оларды үйіне апарып тастадым да қайттан печенье заводқа жұмысқа келдім. Солай ойлап қойдым, бір нәрсе бастау керек деп ойланып жүрдім. Не бастайым, бірақ мынандай үлкен өнеркәсіп ашу үшін картигенше жұмыс істеймін ба деп ойладым да. Жоқ, солай болмайды деп өз-өзіме солай қашанғы жүре берем біреуге жалданып дедім да. Бірақ күнде 23-25 күндері жұмысқа барып жүрдім. Ал 25 күні соңғы рет жұмысқа барғаннан кейін болды, мен өзім нөлден бастап бір нәрсе бастауым керек деп жұмыстан шығып кеттім. Қазір өзімнің жеке кәсібім бар. Үйде отырып, қалаған уақытымда істегім келсе істеймін, істегім келмесе кез келген уақытта демалыс алып, ешкімге жалданбай жұмыс істеген өте керемет екен.